барлығын болдық. Енді мына жерден бастап қараймыз. Мына екеу біреу болады. Мына екеу, үшеу. Осы үшеуін ұстап тұрамыз. Одан кейін мына жағынан санаймыз үшеу тағы. 1, 2, 3. Осы екі жағынан 3-3-тен санап алғаннан кейін, мына екеуі ортасында дәл центрі болады. Енді бұны біз ары қарай тоқу үшін мына екеуін ортасына алып келеміз де. Мына екеуі ортасында қалады. Біз мына екеуін әдеттегі тоқитын әдісімізбен тоқимыз. Мына сол жақтағыны оң жаққа қарай алып келеміз. Сосын мына оң жақтағыны осының астынан өткізіп, тартып тұрып істейміз. Жаңа мен сол жақтағын былай қайырған болсам, енді оң жақтағын қайырамын да. Сол жақтағын мына оң жақтағыдан өткіземіз. Ортасын қатты тартып отырасыздар. Себебі мынаусы қатты бос болмау керек мына екеуі. Осылай. Сосын мына жерде осы мына екеуін аламыз. Бұл жерде де мына екеуін ортасына жібереміз де. Сосын керісінше. Енді келесісі. Мына жерде міне бізде 4-5 болған, былай екіге бөлеміз. Мына жағында қалады. Содан мынаған қосамыз. Мына жерде тоқыған кезде мына екеуін ұстап тұрамыз. Сосын мынаның ортасына жібереміз. Сосын мына біреуін ұстаймыз да, мына екеуін ортаға жібереміз. Сонда ортада үшеу болады. Мына шетінен біреуін алып, мына шетінен екеуін ұстаймын. Енді осы екеуін қалдырғаннан кейін сол жаңағы әдіспен тоқимыз. Мына екеуді бұл енді ұзын болуы мүмкін, өйткені 22 метр. Барлығын тартып тоқыған кезде әрқайсысы өзінің орнына келеді. Енді керісінше мынаны былай өткіземіз. Енді мына жерде де дәл солай. Жаңа біз мына жағынан екеуін ұстап тұрдық. Ол үшін мына біреуін мына ортасына жібереміз. Мына жақта керісінше мына соңғы екеуінің ортасына жіберіп, мына біреуін қолымызға ұстаймыз. Міне, дәл осылай. Тартып, сосын керісінше. Енді мына шетіне келдік. Ол шетіне келген кезде мына алтауын тастаймыз осылай. Мына соңғы төртеуін ғана тоқитын боламыз. Яғни мына екі шетіндегісін ортасына жібереміз. Сосын манағыдай тоқи береміз. Сосын екінші жағынан өткіземіз. Қалады. Сонда біреу, мына жағынан 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Мына жерге дейін мынандай 7 болды. Мына 2 бар ортасында, сосын әрі қарай 1, 2, 3, яғни 3 болады мына 2 ортада. 2 ортада 3. Сосын мына 2 бар. Сосын әрі қарай жаңағыдай жалғастыру керек. Мен мына жердегі 2 узорды алып, мына жерде біріктірдім. Оны қалай біріктірдім? Міне мынадан 2-ін аламыз, сосын қалған 2-ін аламыз. Сосын 2 шетіндегісін ортасына жібересіздер. Сосын сол манаға әдіспен осылай тоқисыздар. Сосын тартқан кезде өзі орнына келіп тұрады. Сосын керісінше. Осылай. Енді мына жерде тағы да мына қалың неге келдік, қалың узорға. Ол үшін сол мына қалған 2-ін аламыз, мына жақтан, мына жақтан. 6 болғандықтан 3-ін аламыз. Енді 2 шетіндегі бір-бірден ортасына жібереміз де. Мынаны сол баяғы тоқитын әдіспен тоқып шығамыз. Мына жерден де мына 3-ін қалдырамыз. Мыналарды тоқимыз. Так, бұл жерде мынадан 1-ін қалдырамыз. Мына жақтан 2-ін ұстаймыз, мына жақтан 1-ін ұстаймыз. Сосын ортасына жібереміз. Сосын әрі қарай жалғастырған кезде осы мынадан 2-ін аламыз. Мынадан 2 аламыз, мынадан қалып 3. Солай жалғастырамыз, яғни мынаны қалай тоқсақ, мынаны да солай тоқимыз. Мына жерде тоқыған кезде біздер ең шетіне келеміз. Сол кезде мына жерден 6 не қалу керек. Бірінші рядтан кейін 6 жіп қалады мына жерде. Одан кейін екінші рядта мына 2 жіп қосылып қалады мыналарға. Сонда мынау бірінші ряд қой мына жер бізде. Мынау екінші рядта уже мынау қалады. Үшінші рядта уже мынау қалады. Міне мынау бізде үшінші ряд. 1, 2, 3 мынау қалады. Сөйтіп қалып отырады. Қалдырып отырасыздар шетін. Оны қазір мына астындағы кольцоны жалғаған кезде бұларды тоқитын боламыз. Әр рядты тоқыған сайын мына ортасынан бастап алып отырасыздар. Сосын екі жағына қарай жалғастырамыз. Әр рядты. Міне мен тоқып болдым. Мына жерде қазір енді санап, іш жағынан сыртынан санап көрсетейін. Бізде міне мына басынан бастап осылай қалып отырады деп айттым, иә. Осылай қалдырып отырған кезде ең соңында міне мына жермен басталады бізде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 қалай айтады? 7 қатарға тұру керек бұл жерде ортасында. Ал мына екі шетінде 15-тен болу керек міне. Мынаны қосып санайын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, мынау 14, мынаумен 15. Не, осылай екі жағы 15 болу керек. Мына жағы да 15 бізде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, мынаумен 15. Так, енді осыны қосып санаған кезде ортасында бізде 7 болу керек. Сөйтіп, бұлыны болдық. Енді біз мына жерден бастап қазір мына соңғы екі шеткі екеуін аламыз. Сосын мына екеуін біріктіреміз. Сосын соңғы екеуін аламыз, сосын мына екеуін аламыз да. Сосын манағы әдістімізбен жалғастырамыз. Мына екеуін ортасына жіберіп.
Енді мына екеуін аламыз. Мына екеуін, сосын мына екеуін қосамыз. Онда да осылай бұрынғы әдісімізбен тоқимыз. Жыл сатып алғанда 125 бір-ақ жыл жұмыс жасаған. Сосын тағы да мына екеуін аламыз, мына екеуін тоқимыз. Сосын осыдан шыққанда тағы мынаған қосамыз. Өйстіп қосып, мына жерде жаңағы мына 15-ші неміз бар ғой. Соның мына соңғы екеуіне дейін әкеліп тоқып шығамыз да. Сонда барлығын санаған кезде 14 болу керек. Сосын мына жағын солай қайталайсыздар. Мына басынан бастап, мына басынан қолдаш. Мына басынан жаңағыдай мына екеумен мына екеуін біріктіресіздер. Одан шыққан екеуді мынаған, сосын мынаған солай жалғастыра бересіздер де. Оны да мынаған дейін әкеліп тоқимыз мынаның екеуіне дейін. Сол кезде арасында мынандай 14 қатар пайда болу керек. Жалғастыра беріңіздер. Түсіндір. Енді мынаның әрқайсысын мен былай ұзындықтарын қарап, мысалы қысқа екен, иә? Бұны былай қоя қойдым. Сосын мынаны да қараған кезде, бұнда да ұзындары бар екен, бірақ ең қатты ұзыны бар. Так, жаңа мынаны да қырып тастадым мен. Енді мынадан көреміз қазір. Бұда бізде мына екеуі қысқа да, мына екеуі ұзын екен. Қатты ұзын болғандықтан, осыдан мен 3 метрден, әрқайсысынан 3 метрден қиып аламын. Артық болғандықтан. 1, 2, 3 метр қиып алдым. Сосын осы 3 метрді екеуін басын біріктіремін де 3 метрден. Дәл ортасынан, яғни 1,5 метр алуым керек бұдан. Дәл ортасынан қиямын. Сонда менде 4,5-дық жіп шықты, иә, шнур. 4-ге 1,5-дық. Мұнда мен 4-ге оңылып қойдым. Сонда 8 болды. Енді маған тағы 8 керек болады. Осындай жаңағы барлығын қарап шығып, ең ұзын дегеннен қиып алып отырамын. Сосын қиған жерлеріңізді міндетті түрде күйдіріп отырыңыздар бірден. 16 шнур керек, 1,5 метрліктен. Енді біз жаңағы 1,5 метрлік дайындап алдық қой. Соны астынан темірдің дәл ортасынан бастаймыз. Екінші кольцо мынау 70 сантиметрлік соған. Соның ұзорын тоқуды бастаймыз, иә? Ол үшін мынаны былай бір айналдырып аламыз. Сосын екінші рет айналдырған кезде уже мынаның астынан өткіземіз, яғни ол бізде түйіліп қалу керек, осылай. Түйілді. Енді осыны біз былай түйетін боламыз. Қатты түйіп тастаңыздар, шешіліп қалмайтындай. Сосын екінші жағында дәл солай. Дәл ортасынан. Так, бір өткіземіз. Сосын мына жағынан өткізіп, астынан түйуді орындаймыз. Бұны да былай түйіп жібереміз астынан. Мына жері бос болмау керек. Енді дәл осылай мына жағынан 1, 2, 3 жерге, мына жағынан 1, 2, 3 жерге сөйтіп барлығы жете болу керек. Дәл осылай түйуді орындап байлап шығасыздар. Мен бірдей размерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді осыған қарама-қарсы жағына. Так. Басында қалай байлауды көрсеттім, дәл солай байлаймыз. Сосын мынау жіпті, дәл ортасында ғой, осыны мынаның үстінен өткіземіз, сосын астынан өткіземіз. Үстінен, астынан. Так, үстінен, астынан. Кетті, мына үстінен кетеді деп, етіп, астынан сол байлауды орындаймыз. Бұл бір, дәл солай 1, 2, 3. Так, 1, 2, 3. Дәл солай 3-шуын қайталаймыз, яғни мынан үстінен жіберсек, мына қазір келесісін астынан жібереміз. Одан кейінгісін үстінен жібереміз, сөйтіп кезек-кезек алмастырып отырасыздар. Вот, дәл осылай, міне, мына үстінен, мына астынан кетті, мына үстінен, мына астынан. Дәл осылай байлап шығасыздар. Енді 12 жіп дайындап аламыз 6 метрден. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 жіп дайындап алдым. 6 метр әрқайсысы. Ол яғни қазір мынаған тоқу үшін керек болады. Енді жаңағы дайындаған 6 метрлік шнурымызды біз қақ ортасынан осылай 2-ге бүктеп аламыз.
осылай екіге бүктеп аламыз да. Мынағын темірдің астынан алып келіп, бұл бір. Қатты тартып қойасыздар. Бұл бір. Яғни мына жерге дәл осындайдан екеу, мына біріншісі, сосын қасына қазір екіншісін қоямыз. Сосын мында екеу, мында екеу. Сонда 1, 2, 3, 4, 5, 6 болады. Мына жақтағымен 7, 8, 9, 10, 11, 12. Жаңағы дайындаған 12 шнурымызды осында дәл осылай орнатып шығасыздар. Енді мына жерде бізде міне екегіден арасына жаңа өткізіп қойдым. Енді мынаумен мына екеуінің арасы 5 см болу керек. Мынаумен мынаның арасы 5 см. Мынаумен мынаның арасы 5 см болу керек. Яғни аралары 5 см қалып осылай 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осындай қатар болу керек. Енді әрі қарай мынаны былай тоқышамыз. Мына екеуінің ортасына қалдырамыз. Сосын керісінше екінші жағынан өткіземіз. Мынаны да солай тоқимыз. Мынаны барлығын солай тоқып шығасыздар. Енді әрі қарай мына екеуі ортасындағылардан мына екеуін қосамыз. Сосын тоқуды орындаймыз. Екі, үш рет өткізесіздер. Сосын мына екеуін, одан кейін мыналарды, сосын мына екеуін солай жалғастырып тоқи бересіздер. Солай 3 рет тоқуларыңыз керек. Так, бірінші ретті міне 1, 2, 3, 4, 5 шықты. Енді екінші ретті 4 шығу керек. Сол үшін мына екеуімен мына екеуін аласыздар. Мынаумен мынаны аласыздар. Яғни осылай 3 рет тоқып шығасыздар. Енді осылай тоқып болғаннан кейін мына жерге 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни тағы да осындай 6 метрлік 6 шнурды осы жерге орнатамыз. Тағы да екеуін қақ ортасына дейін екіге бөліп аламыз. Сосын мынадан өткізіп қатты тартамыз. Мына екеуі ол мынаумен мына астындағы жіптердің несі ғой, біріккен жері ғой бұл. Мыналар сияқты. Енді мына жерде түйеуді орындаған кезде бізде мыналардың арақашықтықтары 5 см-ден болу керек. Мынаны осылай түйеміз. Біреуін түйдім. Осылай түйілу керек. Сосын мына жерге 1, 2 болады, 3 болады, 4 болады, 5, 6 болады. Солай 6-ын орнатасыздар. Мына жағына да дәл солай. Мына жерге 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дәл осылай 6-6-дан 12 шнурды орнатамыз. Әрқайсысы 6 метрден. 6 метр. Екіге бөлгенде 3 болып кетеді. 6 жерден орнатып шықтым. Түйеумен осы екеуінің арасы 3 см-ден болу керек аралары. Мына жағынан да солай міне 1, 2, 3, 4, 5, 6 арасы 3 см-ден болу керек. Енді мынау бірінші жаңағы 6 метрлігімізде екеуін, мына екеуімен тоқымын біріктіреміз. Бұл жерде біріктірген кезде бізде мына жерде осындай орын қалу керек. Ал мына жақта ешқандай орын қалмау керек. Яғни тақалып тоқылу керек. Мына жағында қалмау керек. Енді тағы бір рет істейміз.
Сосын осы екеуін мынаумен жалғаймыз. Бұл жерде де дәл сондай. Мына шетке қарай тартамыз. Мына жағында орын қалмау керек, мына қалу керек. Мынада да дәл солай. Сосын мынауын, в общем, алтауын дәл осылай тоқышасыздар. Сосын әрі қарай мына екеуін жалғаймыз. Мына екеуін жалғайсыздар, мына екеуін жалғайсыздар, солай тоқи бересіздер жалғастырып. Мына жағынан да солай. Мына түйілген жерге мынандай орын қалмай тиіп тұру керек нелер. Осылай. Біздер мына 70-тік кольцоны тоқылған кезде де міндетті түрде ортасынан бастап екі жаққа қарай тоқып отыруымыз керек болады. Енді біздер жаңа мына түйілген жерлерді жалғаған кезде бір рет біз соңынан бастап кеттік. Одан кейін міндетті түрде бір-ақ рет қана соңынан бастайсыздар, одан кейін ортасынан бастап кетесіздер. Енді мына жерлерде міне ортасынан бастаған кезде былай аламыз ғой, мына екеуін қосып аламыз, сосын мына екеуін қосамыз да, мына екеуін қосамыз, сосын мына екеуін қосамыз. Одан кейін мына екеуін қосу деген жоқ былай. Осылай қалады олар. Сосын мына ең соңында да міне мынаны қосамыз, мына екеуін қосу деген жоқ. Ол да қалады. Қайтадан ортасына кетеміз. Осылай тоқып келе жатамыз, соңында міне мынандай төрттік қалғаннан кейін соңындағы мынандай екілік. Мысалы мына екеуін тоққаннан кейін төрттік болып тұрады мына жерде. Содан кейін соның мына екеуімен мынаны қоса аласыздар. Сөйтіп бүйтіп шетінен мынандайлар қалып отыратын болады. 1, 2, 3, үшіншісі қалады, сөйтіп қалып былай келеді қазір узорымыз. Сосын әрі қарай түсіндіремін. Міне осындай болды ең соңғысы. Міне біреуі қалды мына жерде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мына жағы да сондай, 12 да 12. Енді бұны қалай жалғастырамыз әрі қарай. Ол мына жерден басталады. Так, мынаны былай ұстап аламыз. Міне дәл осылай ұстайсыздар. Сосын мынаны астынан былай жіберіп, кольцоның астына өткізіп, солай тартасыздар. Тартамыз қатты, содан кейін мынаны аламыз да. Осылай айналдырып алып келіп, мына жерде осыдан өткіземіз. Сосын осылай тартамыз. Тартқаннан кейін екеуін біріктіріп түйеміз. Ана жерде чебір түйуді орындаймыз. Түйгеннен кейін мына екеуін біріктіреміз енді. Екеуін біріктірдік. Одан кейін бұларда мына екеуін біріктіресіздер міне. Сосын осыдан шыққанда мынаумен біріктіресіздер, сөйтіп жалғастырып, мынаны соңына дейін алып келесіздер. Сосын тағы да мына жанынан, осы жанын мына жерде қалай істедік, дәл солай істеп мынаған жалғаймыз. Мына жанын. Жанын жалғаған кезде мына соңғы екеуін аламыз да. Мынаны осылай ұстап тұрып, мынаны астынан өткізіп, солай тартасыздар, яғни мен қалай істеймін, солай істейміз сендер. Шығады. Сосын қатты тартамыз. Сосын керісінше мынаны өткіземіз мына астынан.
Осылай өткізіп болғаннан кейін мынаны түйеміз. Так, осылай түйіп болғаннан кейін мына екеуін біріктіріп тоқимыз. Барынша тапасыздар енді. Сосын үшінші рет тоқимыз. Осылай, осы мына екеуімен мына екеуін, осыдан шыққан төрттіктен екеуін алып жалғастыра бересіздер осылай төмен. Осылай соңына дейін тоқып бітіресіздер. Мына жерлерде қазір енді жалғау, мына кольцоның қалған төмен жағына жалғап шығамыз барлығы. Енді мен мына жерде жалғап өткенім көрсетейін. Так, алтауы бұл арнайы қосылғандар болды, иә? 3, 4, 5, алтау. Одан кейін жалғаған мені түйіп 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Жетеуі жалғанды. Мына жағынан да санайық. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6 бұл өзімдікі. Мынау одан кейін жалғағанымыз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 бұл жағы да 7. Екі жағына 7-7-ден жалғағаннан кейін соңына дейін тоққан кезде осылай жетіп тұрады. Енді қатты жаңағы жетпей жатса, мынадан былай тартсаңыздар, барлығы жететін болады. Енді мынаған жалғау жағын көрсетемін. Енді мына төменгі жағын осы кольцоға жалғау үшін біздер мына астындағы мына дәл ортасын тауып алуымыз керек. Оның дәл ортасы менде мынау, негізінде мынаны мен ысырып қойдым былай, тұрғаныңыз осы. Енді бұны дәл жетіп тұр. Ортасындағы екеуін аламыз да астынан өткізіп аламыз. Астына өткізгеннен кейін тағы да бір айналдырып өткізіп аламыз. Сосын мынадан ұстап тұрамыз да тағы бір айналдырып мына ұстап тұрған жерден өткіземіз. Сосын аналарды өткіземіз, жанындағыларды. Мен бір өткіздім, және екінші рет өткізген кезде арасымен өткіземіз. Так, келесі тағы бір рет өткіземіз. 3 рет өткізетін боламыз. Так, енді мына жағы бар. Бұны да астынан өткізіп аламыз бірінші. Сосын бір айналдырып шығамыз. Бір айналдырғаннан кейін екіншісінде уже мынаның астынан өткіземіз. Сосын тағы бір рет солай. Жақындатамыз. Төртеуі міне астынан шығып тұр. Енді дәл солай мыналарды қайталап шығамыз. Мынаны жанындағысын барлығын тартып отырып астынан алу арқылы топшастар байлап. Міне бізде асты дайын болды. 70 сантиметрлік кольцоның узоры. Мына артық нелерді қиып күйдіру керек. Басында байлағанымыз. Сосын мынандай қалған жіптердің барлығы біз мына басынан бастағаннан кейін төмен қарай келіп, мына қалған жіптердің барлығы осылай қалады. Оны қазір мына кафелияға жалғаған кезде, 90 сантиметрлікке жалғаған кезде, олар керек болады. Осы жіптер. Бұл алдына түседі. Артындағы несі де тұра береді осылай. Менікі қатты, прочный болып шықты. Енді әркімнің өзінің тоқуына байланысты болады бұл. Біреу бос қылып тоқып қою мүмкін. Мен өзім қатты қылған жақсы көремін. Сондықтан қатты болып шықты. Міне бәрін тартып, созып, прочный қылып тоқып шықтым.